Азаматтық некедегі күйеуі Марат Диананың аяғы ауыр екенін білген күні қайтыс болды. Марат өте қамқор жан еді. Диана онымен шынайы бақытты болды. Олар 2 жылдай Астананың қақ ортасындағы Мараттың пәтерінде тұрды. Бақыттан басы айналып, ертегіде өмір сүріп жатқандай болды. Ол Дианаға қымбат сыйлықтар сыйлап қатты еркелетті. Екеуі шетелдерге жиі саяхаттады. Марат кәсіпкер болады. Басқа қалаға жұмыс бабымен кеткеннен қайта оралмады. Іс сапардан қайтып келе жатып жол апатынан қайтыс болды. Қайтыс болар алдында 1 апта бұрын тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаған болады. Бірақ оларға мәңгі бірге болуға жазбапты. Мараттың өлімінен кейін Диананың өмірі тозаққа айналғандай болды. 20 жасында жаңа туған нәрестесімен барар жер, басар тауы болмай далада қалды. Мараттың туыстары Диананы үйден қуып шықты. Олар үшін Диана тек некесіз туған, ештеңеге құқығы жоқ қаңғыбас әйел болды. Өзінің ауылдағы үйіне қайтып баруға еш мәні жоқ еді. Өгей әкесі ішімдікке салынып, пәтерді сатып жіберген. Сатып жібермеген күннің өзінде ол үйге оны табалдырық аттатып кіргізбес еді. Өгей әкесі ылғи оған: "Сен енді өстің, өз күніңді өзің көр. Шешең болса өліп қалған, сен маған ешкім емессің. Босат үйді, өз жөніңе кет. Бұл үй менікі, мен шешемін. Кімнің тұратынын, тұрмайтынын" деген соң, бір пакет киімін жинап, Диана Астанаға аттанған еді. Ол пәтер шынымен өгей әкесінікі еді. Анасы өгей әкесімен көңіл қосып, кішкентай кезінде осы үйге көшіп келген болатын. Анасынан қалған жалғыз мұра кішкентай ауылдағы бұрынғы өздері тұрған ескі ағаш үй еді. Бірақ ол үйде жаңа туған нәрестемен тұру мүмкін емес еді. Пеші сынған, төбесінен су ағатын. Сондықтан Астанада қалып, қалайда өмір сүру амалын іздей бастады. Сол мезетте барлық әлем Диана мен шақалақ қызы екеуінен сырт айналып кеткендей күй кешті. Сүйген жарынан айырылып, баспанасыз, жұмыссыз кішкентай қызымен қала берді. Бастапқыда таныстардың үйін жағалап жүрді. Қолындағы нәрестесін асырай алмаймын деп ойлады. Осындай қара түнек кезде Жанна деген таныс әйел оған суррогат ана болуды ұсынды. "Диана, сен үшін бұл ұсыныс өте тиімді. Егер келіссең, жағдайыңды түзеп аласың. Денсаулығың жақсы, кішкентай қызың да бар. Сен суррогат ана болуға өте лайықтысың. Әлі артыңа қарап үлгермейсің. Қалай 9 айдың өтіп кеткенін аңғармай қаласың. Қолыңа қомақты ақшаңды аласың. Онымен қоса қайда тұрамын, балама жайлықты қайдан аламын деп қиналмайсың." Мұндай ұсыныс Диананы шынымен еліктірді. Бірақ мұндай қадамға баруға дайын емес еді. Біреудің баласын көтеріп, контейнер болу рөлін көз алдына да елестете алмады. Қалайша 9 ай көтерген нәрестесін біреуге бере салу, өзінің бір бөлшегін бере салғанмен тең ғой. Осылайша уақыт созып жүрген кезде қызына жайлық алатын бақыр тиыны қалмады. Марат алып берген қымбат әшекейлерін ломбардқа өткізіп, енді қолында түк қалмаған. Диананы пәтеріне паналатқан құрбысы туыстарының келе жатқанын айтып, пәтерін босатуын өтінді. Сол кезде Диана толығымен суррогат ана болуға бел байлады. Ол кезде қызы 1 жастан сәл асқан кез еді. Жанна Диананы клиникаға ертіп әкеліп, Севара Оспановна деген докторға табыстады. Осылайша Диана Лаура мен Рамазан Шахановтар отбасымен танысты. Лаура бір көргеннен Дианаға ұнамады. Оның жүзі мейірімсіз, қатыгез әйелдей көрінді. Лаура өте сұлу, денесі модельдер сияқты тік ұстап Диананы менсінбей қарады. Диана ол үшін тек
жалдамалы қызметші екенін аңғартты. Ал күйеу Рамазан Шаханов болса, сұңғақ бойлы, көрікті, өте сыпайы адам екен. Осылайша Диана суррогат ана рөліне еніп кетті. Диананың аяғы ауырлағаннан бастап, Шаханов оған өз үйіне босанғанша тұруға ұсыныс жасады. Диананың келіспеуден басқа амалы жоқ еді. Бала 6 айлық болған кезде Диана шыдамады. Шахановтан бөлек пәтер жалдап беруін өтінді. Лаурамен бір шаңырақ астында тұру мүмкін болмай кетті. Қызы жыласа, екі құлағын жауып алып, бетін тыржитып жақтырмайды. Диананың қызы қатты күлсе, жыласа, жекіп ұрысып, үйдегі заттарды ұстама деп дөрекіленіп тыйым салды. Лаураның бұл қылығын көрген Рамазан Лаураға талай басу айтып, сабырға келуін өтінген. Лаура, Диананың қызы, бұл тамаша жол, баламен қарым-қатынас жасап үйренесің. Егер баламыз жылағанда құлағыңды жауып ұстайтын болсаң, онда сен қандай ана боласың? Лаура ақтала бастады. Менің басым ауырып, мазам болмай шаршап жүргендіктен болар. Өз баламызға мен өте мейірімді, қамқор ана боламын, деді. Лаура күйеуі Рамазанға Диана мен оның қызы еш бөгет болмайтынын айтып сендірді. Бірақ Лаура құрбысымен сөйлескенде мүлдем басқаша сөйлейді. Илон, мен бөтен біреудің үйімізде жүргенін қаламаймын. Азынап жылаған баласының дауысынан ұйықтай алмай жүрмін. Олармен бір шаңырақ астында тұру мүмкін емес. Менің жүйкеме қатты тиеді. Тезірек бәрі бітсе екен, деп айтып жатқандарында естіген болады. Диана қызымен басқа пәтерге кеткенде Лаураның қуанышында шек болған жоқ. Рамазан Дианаға барлық жағдайын жасады. Дүкенге баратын жеке көлік, үй қызметшісі, бәрі бар. Таңертең Диана өзін жайсыз сезініп оянды. Іші шаншып ауырып қояды. Бұған Диана мән бермеді. Өйткені сәбидің ай күні әлі жетпеген еді. Түске қарай Диананың ішін ауырғаны жиілей бастады. Қатты қорқып кетті. Құрбысына телефон шалып, қызын қарай тұруын өтініп, жедел жәрдем шақырды. Тез арада жедел жәрдемде келді. Диананы тексерген доктор сәбиіне қауіп төніп тұрғанын айтты. Диана өзі қаралып жүрген жеке клиникаға апаруын өтінді. Клиникаға келген бойда Диананың акушер докторы балаға қауіп төніп тұрғанын айтып, жедел кесір тілігін жасау керегін айтты. Диана есін жиып жан-жағына қарады. Жарық шағын бөлмеде жатыр екен. Осы кезде бөлмеге өзінің акушер докторы кірді. Диана, қалыңыз қалай? Өзіңізді қалай сезінесіз? Диана сәбиіне не болғанын тез білгісі келді. Сәбиіме не болды? Сәбиіңіз аман есен, бірақ біраз күтім керек. Өйткені сәбиіңіз мерзімінен ерте туғандықтан шала туды. Шахановтарға қоңырау шалып, менің босанғанымды айттыңыздар ма? Мәселе мында ғой, деді доктор күмілжіп. Шахановтар сіздің балаңыз шала туғандықтан баладан бас тартты. Бірақ уайымдамаңыз, сізге барлық өтемақы төленеді.